Бүгінгі күні біздің мектебімізде облыстық көлемде Lesson Study сабақтарының педагогикалық тәжірибеде тақырыбында семинар өтілуде. Бұл семинардың мақсаты облыс көлеміндегі ұстаздармен өз тәжірибелерін жинақтап бөлісу. Lesson Study сабақтары бұл қазір талабына сай көрсетілетін тәсілдің бірі. Бұл әдістің тиімділігі оқушылардың жан-жақты дамуына, логикалық ойлар дамытуға арналған тәсілдің бірі. Сондықтан да әр жыл сайын біздің мектебімізде осы Lesson Study сабақтарының кем дегенде 2-3 циклы өтіліп отырады. Сонымен қатар мектебіміздегі ұстаздар өз зерттеу тобына бөлініп, жыл сайын әр топта зерттеуші, эксперт педагог, зерттеуші педагог, сонымен қатар модератор педагог, сондай-ақ жас маман да қатысып отырады. Яғни біз бұл жұмысты ұстаздармен бірлескен түрде жасаймыз. Ал ең негізгі мақсат бұл бізде Lesson Study сабақтарын өткізудің ең тиімділігі балалардың жан-жақты дамуына, функционалды көзқарастарын жан-жақты көрсетуге арналған тәсіл. Сегодня, 14 марта 2024 года, в рамках реализации областного образовательного проекта «Зерделі Остаз» в средней школе номер 20 имени Жумабека Ташенова проводится семинар по применению Lesson Study в учебно-образовательном процессе. Цель данного семинара – обобщение результатов проведения исследования в действии и распространение опыта в сети организаций образования области. Целевая аудитория – учителя-предметники, координаторы исследовательской деятельности, а также члены исследовательской группы «Байланыс». В рамках данного семинара педагоги делятся опытом внедрения и проведения уроков Lesson Study, а также демонстрируют апробированные методы, способствующие решению исследовательских вопросов. Данный семинар отражает не только результаты работы педагогов, реализующих Lesson Study, но также дает огромную возможность для профессионального развития.